Экран көрініп тұрса, енді мазмұны осындай. Яғни бірінші, екінші бөлімде бірнеше тақырып, екінші бөлімде бірнеше тақырып. Енді жалпы тапсырмаларға келетін болсақ, 34 сағатқа жазылған жұмыс, әрбір жаңағы жұмыс парағы, 34 жұмыс парағы, әрбір жұмыс парағы ұлт қайраткерлерінің осындай қанат сөздермен басталады. Яғни тілге қатысты, ұлтқа байланысты осындай сөздер. Одан кейін оқушының жалықтырмас үшін тапсырмаларды түрлендіріп отырдық. Тапсырмалар жалпы Блум таксономиясының барлық деңгейлерін қамтиды. Жаңағы білу, түсінуден бастап бағалауға дейінгі. Өздеріңіз көріп отырғандай эссе жазу бар, мысалы, енді тілге де, әдебиетке де ортақ қой эссе жазу. Қазір кез келген пәннен эссе жазып жүр ғой. Яғни келісу, келіспеу эссесі. Одан кейін жаңағы аналитикалық сыни тұрғыдан оқушылардың көзқарасын білу. Сонымен қатар жаңағы тілдік дағдыларды, оқылым, жазылым, айтылым дағдыларын дамытуға бағытталған тапсырмалар. Содан кейін мынандай тапсырмаларда беріледі, мысалы сурет беріледі, яғни оқушы әрі қарай өзі іздену керек. Мынау мысалы алдарыңыздағы қазақтың тұңғыш заңгерлері төртеуде. Одан кейін келесі мысалы заңгерлерді өткеннен кейін алдымызда, яғни заңға байланысты тақырыптар. Міне мынау мемлекеттік дума, енді дума жаңағы заң шығарушы өкілетті орган болғандықтан, міне думада жаңағы қазақ депутаттарының саны аз болған, оның себептері, фактілер, қорытынды жасайды. Яғни оқушы өзі ойлану керек. Одан кейін мынау тәсіл мысалы әдебиетте көп қолдануға болады, мынау хикаялар картасы, көркем шығарманы талдаған кезде. Бүкіл ресейлік мұсылмандардың бірінші съезі туралы баяндау жаңағы. Өткізілген жері, төрағасы, талқыланған өзекті мәселелер, яғни кезек-кезек соны тізбектеп айтылып жатыр. Одан кейін міне алаш идеясы, біртұтас қазақ идеясы, мына мәтінді оқиды, Попс формуласы арқылы ойын білдіреді. Одан кейін міне география мен пәнаралық байланыс мына жерде. Карта мынау алаш қайраткерлерінің бекітіп алған жерлері. Бұл жерде жаңағы аяулы есімінің мектебімізге еленген Әлімхан Әбеуұлы Ермековтің еңбегі туралы айтылады осы жерде. Содан кейін тарихпен, өткендегі тарихпен байланыс, Мөде Қағанның жер мемлекеттің негізі деген пікірмен келісесіз бе? Ойыңызды жазыңыз дейді. Одан кейін Алаш партиясының бағдарламасымен толық танысады. Келесі жұмыс парағында жаңағы бағдарлама бойынша қос жазба күнделігін толтырады. Яғни мына жерде айтылым тапсырмасы да бар, айтылым дағдысын дамытуға. Сонымен қатар әдебиеттен көркем шығармада берілген міне. Міржақып Дулатовтың өлеңін оқиды. Одан кейін жаңағы азаттық үшін күрестің әлемдік үлгісі, бостандық үшін күрестің алаш жолы, яғни мына жерде әлем халықтары өз азаттығы үшін қалай күресті, соны алаш жолымен салыстыру. Одан кейін міне үйге тапсырма ретінде Тар заман фильмінен үзінді көріңіз. Енді соңына қарай баратын болсақ, мына жерде жаңағы мынау тақырып, мысалы ұлттық баспасөз деген, бұл жеке тақырып ретінде, бөлім ретінде бар. Бұқаралық ақпарат құралды мәтін неде, оқулықтарда. Сол жерде мен осы нелерді пайдалануға болады, мына тақырыпты пайдалануға болады. Бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдағы рөлі деген тақырыпта ой толғау жазу. Одан кейін мынау бақылау парағы ретінде өткен тақырыпты пысықтау, міне мынау ұлт қайраткерлерінің суреттері беріледі. Ақпаратты не білді, не алды, соны өзі мына жерге толтыру керек. Міне мына жерде ақын жазушылар, мынау әдебиетке қатысты, енді ақын жазушылар шығармалары негізгі тақырып. Жаңағы
міндетті түрде біз шығарманы өткен кезде сол ақын жазушы өмір сүрген тарихи кезеңмен байланыстырамыз ғой. Неге тақырыптар олай? Мысалы, зары заман ақындары, одан кейін алаш қайраткерлерінің шығармалары, жаңа әйел бостандығы, шұғаның белгісі, бақытсыз жамал дейді осы. Сол тарих пен әдебиет жалпы негізі ажырамас екі пән негізі, бір-бірімен тығыз. Одан кейін мен Шоқанның сөзі беріледі мына жерде: халықтың кемеліне келіп өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Осы сөздің мағынасын ашады, жаңағы өз пікірін білдіреді. Одан кейін соңғы жағына баратын болсақ, енді қазіргі заманмен салыстыру кетеді. Міне естеліктегі алаш дейді. Бұл жаңағы 29-шы жұмыс парағы. Яғни жаңағы Мұстафиннің естелігін оқиды. Одан кейін оқушыларға жаңағы сұрақтар беріледі. Жай ғана сұрақтар емес, бұл өзінің пікірін білдіретін, ойланатын, сыни тұрғыда баға беретін сұрақтар. Естеліктің тарихи құндылығы неде? Алаш зиялылары қай жылдардан бастап ақтала бастады? Автор нені меңзеп отыр мына жерде? Одан кейін дүниеден өзің кеткенмен ізің қалса болған деген қалай түсінесіз? Естеліктегі алаш, міне мынау Гүлнар Дулатованың естелігі. Ары қарай алаш көсемдерінің еңбектері қазіргі таңда баспасөз беттерінде, әлеуметтік желілерде тиісті деңгейде насихатталып жүр ме? Оқушылардың пікірі. Қазіргі таңда алаштану әрі қарай зерттеуді қажет етеді ме? Оқушының пікірін сұрау. Содан кейін міне Әбділда Тәжібаевтың сөзі мына жерде стильмен, жаңағы тілмен де байланысып кетеді. Естелік қандай стильде жазылған? Естеліктің тарихи маңызы қандай? Автор редакторға не себепті менің бұл хатымды сіз дұрыс қабылдайды деп отырмын деп жазды. Яғни болжай, өз пікірін айтады. Жазушының болашаққа болжамшыл көзбен қарай бастаған кезде әртүрлі қысылшаң уақыттар күйіні бізді аялдатпай еріксіз айдап әкетті деген нені меңзеп тұр мына жерде. Одан кейін қорытындай келе міне Бауыржанның Момышұлының өз ұлтын сыйламау, оны мақтан жетпеу, сатқындық, алаш идеясына сөздің мысалы қаншама тәрбиелік мәні бар. Әсіресе жаңағы орыс сыныбында оқып жүрген қарагөз қазақтарымыз жаңағы өзінің тілін менсінбейтін, өзінің мәдениетінен жиреніп кеткендер, соларға мен ой салатын. Өз ұлтын сыйламау, оны мақтан жетпеу, сатқындық. Алаш идеясы, бір тұтас қазақ идеясы қазіргі өмірмен байланыстыру. Алаш идеясы тәуелсіз Қазақстан мұраты. Одан кейін Байтұрсыновтың міне баланы ұлша тәрбиелесең, бала тәрбиесіне байланысты мәңгілік ел және алаш идеясының сабақтастық жайлы ой толғау жазыңыз. Яғни мәңгілік ел идеясы жаңағы көк түріктер көне архон ескерткіштерінен бастап алады дейді ғой. Ол мәңгілік ел идеясы мен қазіргі алаш идеясы және қазіргі әділетті Қазақстан идеясын сабақтастырып жазуға болады. Одан кейін соңында жаңағы бақылау парағы, оқушы нені білді? Бұл жерде жаңағы Дінмұхамед Қонаевтың сөзі: ақиқаттан аттап кету арғасын дейді. Яғни біз алаш қайраткерлерін бүгінгі таңда қаншалықты бағалап жүрміз, қаншалықты насихаттап жүрміз? Соған байланысты айтылған ой деп ойлаймыз. Жақсы, құрметті әріптестер, енді сіздер кері байланыс берсеңіздер. Микрофондарыңызды қосып, кері байланыс берсеңіздер. Маңыздылығы, өзектілігі қандай? Толықтыру мүмкін, қосуға болады. Мысалы, пікір жазған Қарағанды университетінен екі профессор пікір жазды. Біреуі әдебиетші, біреуі тарихшы кісі. Әдебиетшінің ұсынысы жаңағы әдеби шығармалардан үзінді көбірек болса деді. Тарихшының ұсынысы алаш идеясын жаңағы қазіргі таңда жаңа Қазақстан дейді, әділетті Қазақстан дейді, сонымен байланыстырса деген.
осындай 2 рецензенттен 2 ұсыныс түскен. Мүмкін әріптестер сіздер өздеріңіз ұсыныс жасайсыздар. Сәлеметсіздер ме? Жанат мұғалім, мен Гүлжан Сәбденбаевна жаңа Бақытжан Серікнанның да несіне кіргем. Естіліп тұр ма даусым? Естіліп тұр, әріптес айта беріңіз пікіріңізді. Дауыстарыңыз естілмей жатыр маған. Үлкен ауқымды жұмыс жасалған, еңбегіңіз жемісін жеңіздер. Рахмет. Бізге де былай қарап отырмын, енді ұсынысым жаңағы оқу сауаттылығына кішкене бағытталған мәтіндер болса, сол тұлғалардың астында тест тапсырмалары болса деген кішкене ұсынысым бар. Жалпы үлкен ауқымды жұмыс жасалған. Рахмет сізге, сәттілік тілеймін. Жақсы, жалпы негізі электронды нұсқасы бар ғой, соны бейімдеп, мысалы, бір мәтінді беріп, кез келген тапсырманы құрастырып жүруге де болады негізі. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Басқа әріптестер, ұсыныс пікір деген сияқты болса, маман ретінде, әдебиетші маман ретінде даже тарихшылар жоқ қой деймін. Енді тарихшыларда өкпе жоқ шығар, көп тарихи деректер, бірақ біздің пән енді биотехнология, робот, неше түрлі тақырыптарды қамтып жатырмыз ғой. Соған қарағанда бұл тарихи мәтіндер әдебиетке бізге өте жақын деп ойлаймын. Қайырлы күн, әріптестер. Енді мынау жасап жатқан біріншіден жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Жоба өте ауқымды. Негізі алаш тақырыбы жалпы ауқымды тақырып қой. Маған ұнап отырғаны қазақ әдебиетімен енді тарихты бірге біріктірген, кірістіріп қосқаны, сосын тапсырмалардың өзі берілгенде оқушының бойынан, деңгейіне қарай берілген маған ұнады. Енді ары қарай сәттілік тілеймін. Бұдан да басқа сыныптарға да қосып көбейте беріңіздер, соны тілектеспін. Рахмет. Жақсы, сонда әріптестер, алтын уақыттарыңызды алмайын, уақыт бөліп қосылғандарыңызда көптен көп рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын, сіздерге алғыс білдіремін. Жақсы демалыс болсын. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.